Өте ерекше болып жасалатын және де өте дәмді, ерекше кешкі асқа жасалатын тағамның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен сәбізімізді, пиязымызды турап алып, үлкендеу ыдысқа саламыз. Оған перец қосамыз. Картошкамызды аршып, төртбұрыштап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Тауықтың аяқтарын алып, арасын осылай видеодағындай көрсетілгендей қылып тіліп шығамыз. Тауықтың етіне дәміне қарай тұз, бұрыш және де сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Алдын ала фольгамызды дайындап алып, оған көкөністерімізді саламыз. Барлығын емес, шамалап, бөліп саламыз. Оның үстіне тауық етіміздің аяғын салып, фольгамен ораймыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып орап шығыңыздар. Барлық аяқтарымызды осылай көкөніспен орап алып дайындап аламыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып алып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осындай кешкі асқа ерекше дәмді қылып жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан есеп жібермешін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.